eyyuhannas, ey adamlar, entumul fuqara ilallah. Sizler bardыңар Аллах Таала muhtaçsınlar deydi. Wallahu huvel ganiyyul hamid. Аллах Таала ешбіресе muhtaç емес. Біздің ibadатымызға muhtaç емес туғандар. Біздің жұмаға келіп атқанымызға Аллах Таала muhtaç емес. Беріп атқан садақамызға Аллах Таала muhtaç емес. Қылып атқан ажылыққа Аллах Таала muhtaç емес екен. Біздің умрамызға Аллах Субханаху ва Таала muhtaç емес екен, қараң. Біздің құрбандығымызға Аллах Таала Құранда айтады, мен muhtaç емеспін дейді, қараң. Сіздердің ibadатыңарға, біздің чекемізбен жерлі қойып сажда қылғаныңызға Алла muhtaç емес екен да. Демек бұлардың барлығы не үшін қылып атқанымыз десе, өзімізді тозақтан сақташ үшін екен туғандар. Өзімізді туғандар тозақтан сақташ үшін қылып жатады екенбіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Иттақун нар уәләу бишиққи тамр. Құрманың жарымын беріп болса деле, садақа қылып болса деле, өзіңді тозақтан сақта қала деп жатады Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошондон Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Аллах Таала бүткүл алаңға туғандар рахмат қылып жіберген. Өткенден бір жерде айтып еле қараңыздар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям момындарға, мұсылмандарға рахмат болып келгендігі бұл белгілі нәрсе. Бардың мұсылмандар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды ершіп жашасақ, сүннетін амал қылсақ, Құдай Таалам бардығын манеке бақтылық қылады екен. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кафирларға қандайша рахмат болып келді? Мунафықтар бар, мунафықтарға қандайша рахмат болып келді? Деген сұрау болады. Алымдарымыз айтады, машалла, Аллах Таала қанша пайғамбарымыздан мұрда қанша пайғамбарлар жіберсе, башқа пайғамбарлардың бардығы дават қылат еле, қомына, өзінің еліне менет қылат еле, әрекет қылат еле, бір қолына келбей зұлымдарын көргенде шыдамағанда ақыры ошол пайғамбарлар не дейді еле? Я Алла, қолына келген шол болды, я Алла, саңа тапшырдым, өзің манеке азабын берген дегендей майында дуа қылат еле, қараң. Ошондо Алла субханаху ва тааля ошол коомдордун бардыгын кыйратын жок кылат эле. Бардыгын кыйратын чекеден жок кылат эле. Алла субханаху ва тааля ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды акыры пайгамбар кылган кафирлар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам канчалык зыян кылса деле, канча мусулмандар шейит кылса деле, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир дагы алардын каршысына дуа кылган эмес экен да. Күндөрдүн биринде бир сахабалар келип, я Расулаллах, паланча коом мынеке жаны найзалар менен жалар менен бизге зыян берип жатат. Bir аларга bir каргыш айтыңызчы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иннама бу'итtu рахматан", мен бүткүл аламга рахмат болуп жиберилдим. Мен лаан адамдарга bir жанагындай каргыш айта турган, лаанат айта турган кылып жиберилген эмесмин деп пайгамбар дуа кылып атат. Алла субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай мээримдүү пайгамбар кылып жиберген экен, караң. Бир дан кафирларга каршы дуа кылган эмес экен, караң. Аллаху акбар.